Сәлеметсіздер ме, құрметті 6 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен 6 сынып 3-ші тоқсандағы бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларына шолу жасайтын боламыз. Тапсырма саны жалпы 4, жоғары балл 11 балл жинау мүмкіндігіміз бар. Әр есептің шығарылу жолы толық әрі нақты түсіндірілетін болады. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Бірінші есептің шарты бұның қандай мәнінде берілген осы екі теңдеу өзара мәндес болады дейді. Енді қараңыздар, екі теңдеу мәндес болу үшін бізде беріліп тұрған бірінші және екінші теңдеулеріміз өзара тең болу керек, яғни түбірлері бірдей болу керек. Ол үшін біз бірінші теңдеуді толық шығарып аламыз. Ол жердегі x айнымалысының мәнін есептейік. 2x-іміз тең болады, 32-ның қасына 16 азайту болып барады. Сонда 2x-іміз тең 16-ға, ал енді x 16-ның қасына бөлу болып барады. Және есептейтін болсақ, x-тің мәні 8-ге тең екен. Осы тапқан айнымалымыздың мәнін алып келіп, екінші теңдеудегі x-тің орнына қоямыз. Плюс 5b тең 34. Енді бұл жерде b деген айнымалыға қатысты бір айнымалысы бар сызықты теңдеу пайда болды. 5b тең 34-тен азайтамыз. 3 пен 8-дің көбейтіндісі 24-ті. Сонда 5b тең 10-ға, ал b-ның мәні 10-ды 5-ке бөліп жіберсек шыға келеді 2-ге тең екен. Жауап ретінде жазып қояйық. b тең 2-ге деп. Осымен бірінші есебіміз аяқталды. Екінші есептің шарты теңдеуді шешіңіз дейді. Бұл жерде бірінші кезекте біз жақшаларды ашып алайық. 5x қосылған 7 көбейтілген 3 азайту 7 көбейтілген x. Бірінші жақшаны ашып алдық. Енді оң жақтағы жақшамыз 3 көбейту 5 азайтылған 3 көбейтілген 2x. Басында азайту 6-ны ұмытпаңыздар. Есептеп алатын болсақ, 5x қосылған 21 азайтылған 7x тең болады екен 15 азайтылған 6x азайту 6. Барлық айнымалысы бар өрнектерді сол жаққа жинайық. 5x азайтылған 7x қасына келеді, қосу ретінде оң жақтағы айнымалысы бар өрнек тең болады. Енді оң жақта тұрған сандарды жазып алайық. 15 азайту 6, ал енді сол жақтан минус болып 21 деген сан келеді. Есептеп алатын болсақ, айнымалысы бар өрнектердің алдындағы коэффициенттерін өзара қосып азайта аламыз. Болады минус 2x және жалпы жауабы 4x қалады екен. Тең 15-тен 6-ны азайтамыз. 9, 9-дан 21-ді азайтатын болсақ, минус 12-ге тең. X тең минус 12-ні бөлеміз 4-ге. Айнымалымыздың мәні дайын болды. Минус 3-ге тең екен. Жауап деп жазып қойсаңыздар болады. X тең минус 3-ге. Екінші есебіміз аяқталды. Үшінші есеп шарты теңдеуді шеш. Беріліп тұр A және B 2 модуль теңдеулер. Бірінші теңдеуге назар аударыңыздар. Модульдің ішінде өрнек тең сан стандарт түрде тұр. Онда бірден модуль жақшаны бірінші және екінші жағдайды қарастырып аша аламыз. Бірінші жағдайда ол өзгеріссіз ашылады, тең 6-ға деп. Ал екінші жағдайда модульдің ішіндегі өрнекті көшіріп, оң жақта тұрған санның алдына минус таңбасын қоямыз. Ал әр теңдеуді жекешеге шығарып алайық. 9x тең болады 6 азайтылған 15. Сол кезде 9x тең минус 9-ға, x тең болады минус 9-ды бөлеміз 9-ға, жауап x тең минус 1-ге. Екінші теңдеу 9x тең болады минус 6 минус 15. 9x тең болады минус 21-ге. X тең минус 21-дің 9-ға қатынасы, немесе қысқартып қоятын болсақ, минус екеуінде қысқартайық 3-ге, 7-ның 3-ге қатынасы болады. Ал жауабын жазатын болсақ, бірінші кішісін жазайық. Мына минус 7 бөлінген 3-ті біз аралас сан түрінде жазып қойсақ та болады. Минус 2/3-тен 1 және минус 1 деген жауаптар шықты. Екінші модуль теңдеуімізді назар аударыңыздар. 2x плюс 5 модульді
сол жақта қалдырып, оның қасында көбейтіліп тұрған 2 санын минус 30-дың қасына бөлу ретінде өткіземіз. Сол кезде 2х плюс 5 модуль тең минус 15-ке. Қараңыздар, модульдің ішінде өрнек тең болады теріс санға. Ол кезде ешқандай шешім жоқ деген белгіні қойып теңдеуді аяқтаймыз. Соңғы 4-ші есеп шарты теңдеу құру арқылы шығарыңыз деп тұр. Мәтінде есеп екен. Алдымен берілгенін мұқият оқып алайық. Сіздерге түсінікті болу үшін сызба нұсқасында дайындап қойдым, қарап отырыңыздар. Бастайық. 2 пункттен бір-біріне қарама-қарсы бір уақытта 2 автобус жолға шықты. Бірінші автобустың жылдамдығы 35 км сағатына, ал екіншісінікі 62 км сағат. Екеуі кездескенде бірінші автобус екінші автобусқа қарағанда 135 км аз жүрген болса, онда екінші автобус қанша жол жүрді дейді. Енді қараңыздар, алдымен теңдеу құрып алайық. Негізге алатын формуламыз жолдың формуласы S тең V көбейтілген T формуласы арқылы. Бұл жерде бізде олардың жүрген жолының айырмашылығы беріліп тұр. Қайсысының жылдамдығы көп болса, сол көбірек жол жүреді. Сондықтан S2 азайтылған S1 тең 135-ке деп алайық. Ал уақытқа келетін болсақ, олар белгілі бір уақыттан кейін кездесіп тұр. Екеуінің де ол уақыттарын тең деп алып, X айнымалысы арқылы белгілейік. Сол кезде бізде жылдамдықтары нақты, қараңыз, екіншісінің жылдамдығын көбейтеміз X уақытқа, азайтамыз. Біріншісінің жылдамдығы 35-ті көбейтеміз X-ке, тең болады 135-ке. Теңдеуін құрып алдық. Ары қарай енді осы теңдеуді шығаратын болсақ, 62-ден 35-ті азайтамыз, 27X тең болады 135-ке. X-тің өзін есептейтін болсақ, қасында тұрған 27 коэффициентті оң жаққа бөлу ретінде келеді, және X-іміз тең болады 5-ке. X айнымалысының мәнін анықтап алдық, ал бізден сұрап тұрғаны ол екінші автобустың қанша жол жүргені еді. Демек, 62 жылдамдығын көбейтеміз 5 уақытқа тең болады 310 километрге. Осымен есебіміз аяқталды. Жауап ретінде жазып қояйық. Екінші автобустың жүрген жолы 310 километр. Осымен құрметті білім алушылар, берілген 4 есептің де шығарылу жолын толықтай қарастырып біттік. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге қалдырыңыздар. Ал есептердің шығарылу жолы түсінікті болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.